Бүгінгі кураторлық сағатымызды бастаймыз. Тақырып жаңа экономикалық шындық. Мақсаты өскелең ұрпақтың жаңа экономикалық шындыққа деген құштарлығын қалыптастыру және экономикалық білім, танымдылық қабілеттерін, ой өрістерін арттыру. Қазіргі әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, жаңа реформаларды жүзеге асыру арқылы ел экономикасын жаңа экономикалық шындыққа дайындау керек. Яғни бүгінгі кураторлық сағатымызда еліміздегі жаңа экономикалық шындық мәселесіне байланысты ішкі және сыртқы экономикалық мәселелер және денсаулық, білім жүйесіндегі цифрландыру, қаржыландыру бағыттары бойынша экономикалық білімдерімізді, пікірлерімізді ортаға саламыз. Бастамас бұрын осы тақырыпқа байланысты сіздерге қызығушылық тудыру үшін бірнеше сұрақтар қойып кеткім келіп отыр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Экономикалық салада цифрландыру дегенді қалай түсінеміз? Мұғалім айтсын бола ма? Жақсы, айтыңыз. Барлықтарыңызда қатысып отырсаңыздар болады. Экономика салаларын цифрландыру алға бастайтын технологияларды және еңбек өнімділігін арттырып, капиталдандырудың өсуіне бастайтын мүмкіндіктерді қолдана отырып, Қазақстан Республикасының экономикасының дәстүрлі салаларын қайта құру дегенді дейді. Тағы бір сұрақ қояйын. Қаржылық сауаттылық қаншалықты маңызды? Қалай ойлайсыздар? Мен жауап берсем болады ма? Қаржылық сауаттылық қаншалықты маңызды? Жауап беріңіз. Қаржылық сауаттылық ол экономикаға және қазіргі таңдағы кез келген ересек адамға керек дүние, яғни қаржылай сауатты бола білу керек. Тағы кім жауап береді? Жаңа тағы бір жауап бергісі келді, иә? Мен жауап берсем толықтырсам. Қаржылық сауаттылық дегеніміз әрине болады. Мысалы, отбасының табысын тиімді ұқсатып жұмсау болып табылады. Банк карточкалар, кредиттер, коммуналдық қызметтер төлеу де осыған жатады. Сондықтан қаржылық сауаттылық адам өмірінде өте маңызды. Англия, Швеция, ақш дамыған елдерінде қаржыны пайдалану ерте жастан бастап үйретіледі. Сіз өте дұрыс айтасыз. Шынымен де басқа дамыған елдерде оны жастайынан үйретеді, қаржылық сауаттылықты. Соңғы тағы бір сұрақ қойып кетейін. Экономикалық шындық нарыққа қалай әсер етеді? Қалай ойлайсыздар? Қалай оны түсінесіз, балалар? Сіздер қалай түсінесіздер? Мұғалім, экономикалық шындық деген мысалға елімізде болып жатқан вирусты алып қарайтын болсақ, ол вирус бізге экономикалық шығын болып келеді ғой. Әрине бұл шындық барлығын айқара, бұл нарыққа кері әсер ететін сияқты. Дұрыс, жарайды. Дұрыс. Бұл нақты жауаптарын мынау келесі баяндамада толықтай ала аласыздар жауабын. Келесі кезеңді Қадырова Дидар және Төлеуова Арунаға ұсынғым келіп отыр. Баяндамаларыңызды айтып берсеңіздер. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырып сыртқы экономикалық қызмет. Жалпы Қазақстан өз егемендігін алғаннан кейін әртүрлі мемлекеттермен сыртқы экономикалық қатынастарын дамыта бастады. Бұл қатынастарды дамыту бүкіл әлем алдында тұрған мәселелерді барлық мемлекеттер бірлесе отырып шешуде үлкен маңызға ие. Осы мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметі құқықтық реттеуді қажет етеді. Сыртқы экономикалық қатынастар екі сипатқа ие. Бір жағынан бұл әртүрлі билік және басқару органдарымен ұсынылған мемлекеттер арасындағы экономикалық қатынас болса, ал екінші жағынан ол әртүрлі мемлекеттердің заңды және жеке тұлғалармен арасындағы қатынастарды айтады. Сыртқы экономикалық қызмет дегеніміз нарықтық экономиканы қалыптастырып, оны тұрақтандыру және оның әлемдік экономикаға кіру және ең басты республиканың тұрғындарының қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында осы сфера субъектілерінің экспорт, импорт, шетел инвестициясы мәселелері, сақтандыру, материалдық және басқа да өндіріс облысында өзара кәсіпкерлік қызметі болып табылады.
Ал осы аймақта әрекет ететін азаматтар белгілі бір тәртіптерді білген жөн және оған сәйкес бұл әрекеттерді дамытуға тиіс. Экспорт. Экспорт дегеніміз бір елден тауарларды немесе қызметтерді отандық елге қаржылық негізде жіберу болып табылады. Алдарыңызда көрсетіліп тұрған диаграммада Қазақстан экспорты 2019 және 2020 жылдардағы көрсеткіштермен салыстырылып көрсетіліп тұр. жылы COVID-19 пандемиясы және әлемдік экономикаға қарқынның төмендеуіне байланысты Қазақстанның тауарлар экспорты көлемі төмендеді. Ол 20%-ға немесе 11 миллион ақш долларына төмендеді. Бұның негізгі себептерінің бірі Қазақстанның негізгі экспорт тауары энергия тасығыштардың бағаның төмендеуі болды. Бірақ бұл кезеңде экономиканың кейбір салалары өздерінің экспорт көлемін өсіре алды. Мысалы, химиялық және онымен байланысты салалардың өнімдері, өсімдік тектес өнімдер, жерүсті көлік құралдары және ұшу ақпараттары. Импорт. Импорт дегеніміз өз елінен тауарлар немесе қызметтерді басқа елден қаржылық негізде алу болып табылады. Көрсетіліп тұрған диаграммада Қазақстанның импорты 2019 және 2020 жылдар аралығында салыстырып көрсетіліп тұр. Импорттың жалпы көлемі бір жыл ішінде 3,7%-ға немесе 1 миллион теңгеге өсті. Қазіргі кезеңдегі ішкі және сыртқы экономикамыздың көрсеткішіне байланысты дайындаған видеоролигімізді тамашалауларыңызды сұраймын. Сонымен, үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов сыртқы және ішкі жағдайларды ескере отырып, Қазақстан экономикасын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған 3 ықтимал сценарийі әзірленгендігін мәлімдеді. Оның тиімдісі базалық дейді. Ол мынандай көрсеткіштерге қол жеткізуге мүмкіндік бермек. 2021 жылы жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 2,8% деңгейінде болады деп болжанып отыр. 2025 жылы ол 4,6%-ке жетеді. Номиналдық жалпы ішкі өнім 2021 жылы 76,7 триллион теңгені, ал 25 жылы 104,8 триллион теңгеге жетуі мүмкін. Барлық негізгі салаларда оң өсім күтіп отырмыз дейді министр. Экспорт көлемі 2021 жылы 41,4 миллиард доллардан 2025 жылы 51,5 миллиард долларға дейін ұлғаюы тиіс екен. Импорт 2021 жылы 36,3 миллиард доллардан 25 жылы 37,8 миллиард долларға дейін өспек. Келер жылы мұнай өндіру 86 миллион тоннадан 25 жылы 100,7 миллион тоннаға дейін өседі деп топшылайды Руслан Дәленов. Мұнай демекші, қара алтынның бренд маркасы 2,8 есеге қымбаттады. Сәуір айында оның бағасы бір баррель үшін 15,98 доллар болса, тамыздың 25-інде 45,1 долларға жетті. Бірақ ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше мұнай бағасының өсімі тоқтап қалуы әбден мүмкін. Соған қарамастан Қазақстан алдағы 3 жылда шикізатты барреліне 35 долларға сатуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ, экономиканы дамыту жобасын таныстырған ұлттық экономика министрі әлеуметтік қажеттіліктерге ұлттық қордан 8 триллион теңгеден астам қаражат сұрады. Бұл кепілдендірілген трансферт 2021 жылы 2,7 триллион теңге, 2022-де 2,4 триллион, ал 2023 жылы 2,2 триллион теңге болмақ. Тағы айта кету керек, даму бағдарламаларын қаржыландыруды ұлғайту үшін 2021 жылы ұлттық қордан 1 триллион теңге мөлшерінде ақша беріледі. Бірақ ұлттық қорда түпсіз ыдыс немесе сарқылмас дүние емес. Себебі биыл жыл соңына дейін ондағы қаржы көлемі жалпы ішкі өнімнің 38,5%-на тең болады. Ал 2023 жылы ол 30,8%-ке жетеді. Бұл қауіпті деңгей, өйткені төменгі шектік деңгей 30%. Сондықтан ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев қор жинақтауды қолдайтын шара қолдану керек дейді. Ұлттық қор қалай толтырылады, оны енді уақыт көрсете жатар. Видеороликті тамашаладық. Егер осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Мұғаліме сұрақ қойсам бола ма осы оқушыларға?
Болады, әрине болады. 2020 жылы пандемияға байланысты экспорт қанша пайызға төмендеді? 2020 жылы пандемияға байланысты біздің экспортымыз 20%-ға төмендеді. Жаңа айтып кеткен болатын, иә? Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса, онда ары қарай. Келесі мәселе бізде тағы бір экономикалық мәселелердің бірі, ол еліміздегі білім беру жүйесін қаржыландыру мәселесі. Бұл жөнінде Нұрмағамбетова Ботагөз және Тәжікеева Жанетаның баяндамасын тыңдасақ деймін. Сәлеметсіздер ме? Біздің тақырып еліміздегі білім беру жүйесін қаржыландыру және дамыту. Мемлекеттік білім беру ұйымдары қаржыландыру білім берудің деңгейлері бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартымен белгіленген талаптар және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалатын нормалар негіздері бюджеттік қаражаттар есебін жүзеге асырылады. Мемлекеттік білім берудің басымдығы ескере отырып, оған бюджеттік қаржыландырудың бөлінуі қамтамасыз етеді. Елдің есін алған онлайн оқудың кемшіліктерін Қасым-Жомарт Тоқаевтың жіктеп жеткізуі саладағы қателіктің қордаланып қалғанының айғағы. Қашықтан оқыту ісін ұйымдастыруда үкіметтің жіберген қателіктерін жақсы білеміз. Ашығын айтқанда, әлі күнге дейін нақты бір онлайн платформа жоқ. Мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар күндіз түні WhatsApp-тан бас көтермейтін болды. Толыққанды оқу үдерісі үшін қажетті барлық функциялары бар бірыңғай онлайн білім беру платформасын шұғыл әзірлеу қажет. Президент айтты, үкімет қабылдады, жауапты министрлік жұмыстануы шарт. Одан не шықты? Қасым-Жомарт Тоқаевтың берген тапсырмасының орындалу барысын мұқият қадағалайтынын білеміз. Қашықтан оқытуға қатысты жұрттың шағымы көп, тіпті басым бөлігі қалыпты форматқа көшуді сұрап отыр. Өйткені пандемияға байланысты амалсыз қолға алынған тәсіл оқушыға да, ата-анаға да, тіптен ұстазға да оңай тиіп жатқан жоқ. Zoom-да отырады немесе басқа бір платформада отырса, шет ұстамай қалады, дауыс қатып қалады, үй тапсырмасын берген тапсырманы жібере алмайды, немесе жіберетін тапсырманы бізге бере алмай отырады. Қашықтан оқытуға 70 миллион бөлінді деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Қашықтан оқыту тек биыл ғана сәуір айында енгізілді. Ол кезде бюджеттен ешқандай ақша бөлінген жоқ. Онлайн оқыту кезінде мектеп оқушыларына тегін интернет берілу керек. Сенатор Мұхтар Құл-Мұхаммед осылай деп үкіметке сауал жолдады. Осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, қоя отырсаңыздар. Мен қойсам болады ма тағы да? Қойыңыз. Білім беру жүйесі пандемия басталғанға дейін қандай қиындықтарға тап болды? Мен жауап берсем болады ма? Болады, әрине. Қазақстандағы білім беру жүйесін пандемия басталғанға дейін де қиындықтар болған. COVID-19 інде дейін Қазақстанда 10 оқушының 6-ы функционалы сауатсыз болған. Жақсы, егер сұрақтарыңыз болмаса, жауап бергендеріңізге үлкен рахмет. Атсалысып отырғандарыңызға. Келесі бізде тағы бір үлкен бір мәселе, ол Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын қаржыландыру және оны дамыту болып табылады. Бұл тақырыпты бізде Конкишева Дария және Тукенова Тоғжан баяндап береді. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын қаржыландыру және дамыту. Әлемдік үрдістен қалмай қазақстандық медицина да цифрлануда. Бұл бірінші кезекте медициналық қызметтерді сатып алу саласында жүзеге асып жатыр. 2020 жылдан бастап елімізде медициналық қызметтерді сатып алу электронды порталы арқылы жүзеге асырылады. Қараша айында сатып алу порталы сынақтан өтті. Келесі жылы осы портал арқылы 1 миллион 600 миллиард теңгеге медициналық қызметтер сатып алынады. Осы саланың мамандарын айтуынша, электронды сатып алу сыбайлас жемқорлық пен қателіктер қаупін азайтып, ашықтықты қамтамасыз етуге тиіс. Сонымен қатар қағазбастылық та жойылмақ. Дамумет медицина қызметке жедел қолжетімділік. Цифрлық экономикаға дамуметті жатқызамыз. 3 жыл бұрын Қарағанды облысында дамумен қосымшасын әзірледі. Қазір оны Қазақстанда 3,5 миллион адам пайдаланады. Қарағанды облысында 2020 жылы
денсаулық сақтау шығындары 20,8 миллиард теңгені құрады. Осы саланың мамандардың айтуынша, электрондық сатып алулар сыбайлас жемқорлық пен қателіктер тәуекелін азайтып, ашықтықты қамтамасыз етіп, қағазбастылықты болдырмауы тиіс. Денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық ресурстары. Денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық техникалық жабдықталуы. Денсаулық сақтау субъектілерінің ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберіндегі қызметтері үшін төлем. Жұқпалы аурулардың жағдайлары мен эпидемияларын жою. Қазақстан коронавируспен күреске қанша қаржы жұмсады? Министрлік денсаулық сақтауды цифрландырудың мақсатты архитектурасын әзірледі. Бұл e-health бірыңғай ашық экожүйесі. Ол мыналарға мүмкіндік береді. Жұмыс процестерін ұтымды ету, шығындарды оңтайландыру, медициналық көмекті есепке алу мен жоспарлаудың және ресурстардың басқаруының тиімділігін арттыру. 2020 жылдың қорытындысы бойынша цифрланудың әсері үнемде шамамен 187 миллион теңге. Қағаз сатып алуға, медициналық қағаз құжаттамасына, бал үшін сатып алынатын шығын материалдардың санын қысқарту. Қазақстан коронавирус инфекциясының таралуына қалай күресті? Өздеріңіз білетіндей, 2020 жыл коронавирус инфекциясының пандемиясына қарсы іс-қимыл аясында өтті. Сондықтан 2020 жылы денсаулық сақтау министрлігі қызметінің негізгі басымдықтары: коронавирус инфекциясына қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар, санитарлық эпидемиологиялық қызметтерді күшейту, коронавирус инфекциясына қарсы вакцинация, медициналық қызметтердің сапасын арттыру, медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеру, тарифтік саясатты жетілдіру, денсаулық сақтау жүйесіндегі сыбайлас пен жемқорлыққа қарсы күрес. Қазақстан коронавируспен күреске қанша қаржы жұмсады? Коронавируспен күресу үшін үкімет резервінен 3 рет ақша бөлінді. Бірінші рет 1 миллиард 69,620 мың теңге. Екінші рет 428 миллион 227 мың теңге. Үшінші рет 21 миллиард 430 миллион 635 мың теңге. Бұл қаражаттың барлығы дәрі-дәрмектерге, медициналық керек жарақтар мен зертханалық жабдықтарға, маскаларға, қолғаптарға, арнайы костюмдер мен сынақтарға жұмсалды. Негізінен қабылданған шараларға мемлекет 6 триллион теңге жуық қаражат бөлді. Бұл 16 миллиард доллар немесе ішкі жалпы өнімнің 8%. Мемлекет басшысы осы жылдан бастап дәрігерлердің жалақысын кезең-кезеңмен көтеру және де 2023 жылға қарай экономикадағы орташа жалақыдан 2,5 есе жоғары деңгейге жеткізу міндетін қойды. Жоспар бойынша 2021 жылы 222 миллиард теңге, 2022 жылы 362 миллиард теңге, 2023 жылы 557 миллиард теңге қаржыландырылады. Осылайша 2021 жылы дәрігерлердің орташа жалақысы шамамен 320 мың теңгені құрайды, ал 2023 жылы 561 мың теңгеге дейін жеткізіледі. 2021 жылы орта медицина қызметкерлерінің орташа жалақысы 173 мың теңгені құрайды, ал 2023 жылы 210 мың теңгеге дейін жеткізіледі. Денсаулық сақтау саласын қаржыландыруды жетілдіру келесідей мүмкіндіктер береді. Бір жағынан әлеуметтік және экономикалық ұйымдастыру проблемаларын шешуге мүмкіндік береді. Ал екінші жағынан халықтың денсаулық көрсеткішіне оң әсерін тигізе отырып, адамдық капиталды жоғарылатады. Сонымен қатар қазіргі кезде дамумен қосымшасы іске асырылуда. Соның дамумен қосымшасының қолданылуы туралы видеороликті тамашалаңыздар. Құрметті облыс тұрғындары, сіздерге Дамумет мобильді қосымшасын жүктеп алуды ұсынамыз. Ол үшін телефондарыңыздағы Play Market және App Store жүктемесі арқылы іздеу бастырмасымен Дамумет мобильді қосымшасын жүктеңіз. Дамумет мобильді қосымшасы арқылы сіз өзіңіздің электронды денсаулық кітапшасына ие боласыз және көре аласыз. Ол үшін қосымшаға қалай көруге болады? Өзіңіздің медициналық тіркелімде тұрған аймағыңызды көрсетесіз. Өзіңіздің мәліметтеріңізді енгізу үшін кіру тетігін басасыз. Ұялы телефон номерін, жеке сәйкестендіру номерін тіркейсіз және жалғастыру тетігін басып, код номерін күтесіз. SMS арқылы келген код номерін тіркеп, рұқсат ету тетікшесін басасыз. Дамумет мобильді қосымшасымен тұрғындар дәрігерге алдын ала жазылып, және оны үйге шақыртады.
дәрі-дәрмектердің рецептін, зертханалық тексеру нәтижелерін, еңбекке жарамсыздық парақтарын емханаға бармай-ақ көруіне болады. Сонымен қатар, дабыл түймесі модуль арқылы 5 жасқа дейінгі балалардың ата-аналары, жүкті әйелдер мен диспансерлік есепте тұратын науқастар бір түймені баса отырып, жедел жәрдем дәрігерлерін шұғыл түрде үйге шақырта алады. Бұл жеңіл әрі тиімді. Өздеріңіз көргендей, Дамумет қосымшасын туралы видеоролик көрсеттік, иә? Яғни бұл Дамуметті қосымшасын көпшілігіміз пайдаланамыз. Ол бізді қазіргі уақытымызды үнемдейміз, иә? Сұрақтарыңыз бар ма? Осы тақырыпқа байланысты. Мен қойсам бола ма? 2023 жылы дәрігерлердің жалақысы шамамен қанша болады? Шамамен 210 мың теңге болады. Сіздерге бүгінгі кураторлық сағат қаншалықты ұнады, не түсіндіңіздер? Ұнаса ұнады, ұнамаса ұнамады деп чатқа жазып кетсеңіздер болады. Өздеріңізге тиімді не ала білдіңіздер? Мұғалім, бүгінгі сабақ бізге өте қатты ұнады. Біз бұл жерде білмейтін нәрсемізбен таныстық, жаңағы Дамумет туралы білдік, оған қалай кіру керектігін. Яғни сіз үшін Дамумет жаңалық болды дейсіз ғой, е? Иә, сабақ өте қызықты болды. Және де біз коронавирус Қазіргі кездегі шындықтар туралы білдік. Жақсы, рахмет. Бүгінгі кураторлық сағатқа қатысқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.